қабылдау және оны құрамаға тіркеу мәселесін қарастырамыз. Тақырып сол болады. Жазып отырмыз. Тепловоздың депутат шығуы және оның құрамаға тіркелуі. Тақырыбымыз қанша сабақтың тақырыбы. Енді жігіттер, мен сіздерге, құрметті студенттер, локомотивный бригадасының локомотивті жөндеу жұмысына не болмаса локомотивті қалай қабылдайтынын мен сіздерге қазір видеофильм арқылы мен сіздерге түсіндіремін. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Локомотивный бригада локомотивке келгеннен кейін, локомотивтің ішіне мінгеннен кейін, локомотивтің ішінде бортовой журналы болады. 152 деген бортовой журналы болады. Сол бортовой журналын көріп, қандай ақаулар болған, қандай ақаулар бар екенін танысаң, істелген кейін төмен қарата түсіп, механикалық машинистің міндеті. Механикалық бөлімін қадағалау дейді. Мысалы, машиналарда сендердің қадағалауларың бар, қадағалауын тексереді. Машинистің бірінші міндеті. Ол өте қауіпсіздікке керек. Ол бірінші келеді, құм жүйесін тексереді. Құм жүйесін балғамен ұрып, құм жүйесінің болттарының, нелерінің босамағанын тексереді. Және де мынау дөңгелектің боксының болттарының барлығын тексереді. Оның барлығы қой жүріп жатқан кезде, локомотив жүріп жатқан кезде қауіпсіздікке әсер ететін жағдайлар. Сол себепті оның болттары я болмаса ешқандай босамау керек. Не үшін қажет топырақты құм сеуіп келеді? Құрамаға қосылғаннан кейін қосалақтаған дөңгелек ілестің үстінде таймаш ішіне соған байланысты бір орыннан қозғалғанға жеңілдеу болсын деп құм сеуіп келеді. Бір 10 метр қалған кезде локомотивті тоқтатады. Көмекшісі барып, құраманың автотіркегішін барып тексереді. Қалай тексереді? Жаңа машинист тексерді ғой. Үлкен тісін ары қарата басып тұрады да, кішкентай тісін басып жіберіп қалса, үлкен тісі сыртқа шықса, құраманың дұрыс істеп тұрғаны, ақаусыз істеп тұрғаны. Одан кейін сендерді көрсеттім, кеше ана несімен рычагымен автосекпен ағытып, электровозға барған кезде, сол кезде ана қол ішкісінде қалып кетпеу керек, орнына түсіп тұру керек. Құрметті студенттер, енді жаңа материалдарды бекітеміз, арасында сұрақ қойып отырамын. Сол сұрақтарға жауап бересіңдер. Жаңа менің түсіндірген бүкіл локомотивтің құрылысы бар, локомотивті жұмысқа дайындау, құрамаға тіркеу, солардың бәрін мен сіздерге түсіндіріп өттім. Және бірінші деңгейде тепловоз дегеніміз не? Тепловоз дегеніміз ол құраманы сүйрейтін механикалық күшті электр жүйесіне айналдырып локомотивтің астындағы тяговый электр двигательге беру арқылы жылжымалы құрамды сүйрейтін құраманы тепловоз деп атайды. Тепловоздың қызметі дизельмен жұмыс істейді. Қалай оталады ол? Жаңа аккумуляторный батареяларын қойдыңдар, үстіндегі тазалығын, ана бүкіл құлағының барлығының айланғанын, арасындағы барлығының ешқандай да коррозияға ұшырамағанын, қызбарғанын көрдіңдер. Сол аккумуляторный батарея не істейді? Тоқты алып, қайыққа береді? Бас генераторға береді. Бас генератор өшіп тұрған тепловоздың бас генераторына берген кезде
топливный насостарды қосып, масляный насостарды қосып, генератор не істейді? Айналады, иә? Генератор айналады. Кім айтады? Кран, ол тек локомотивтің қара басын тормозын ұстату үшін. Тежегішін ұстату үшін, иә? Взаимодействующий тікелей әсер ететін кран машинасы, тежегішіне тікелей әсер ететін кран машинасы. Мысалы, пойызбен емес, жеке басы келе жатқан кезде машинист біраз жүргізушілермен тежегішін, локомотивтің тежегішін ұстатады, иә? Дұрыс болды. Одан кейін құрметті студенттер, үй тапсырмасына келейік. Үй тапсырмасына сіздер егер үйде дайындап бересіңдер. Жаңа қолданыстағы тепловоз маркалары жаңа айтып өткен. Үйден тағы бір қарайсыңдар, конспектілерге қарайсыңдар. Үйден дайындап келесіңдер. Келесі сабақта мен сіздерден қандай тепловоз маркалары бар екен, қандай тепловоз маркалары жаңадан шығып жатқан. Біздің Қазақстан темір жолында қандай локомотивтер пайдаланып жатқанымызды соларды оқып зерделеп келесіңдер. Кім айтады, маневровый тепловоздың қанша арбашасы бар? Аманқұл. Маневровый тепловоздың 2 арбашасы бар. Қанша жүк дөңгелегі бар? 3 жүк дөңгелек бар. Қанша сол 2 арбашада 3 жүк дөңгелек бар ма? Жоқ, бір арбашада 3 дөңгелектен болады. Сонда 6 дөңгелек жүк дөңгелегі бар, иә? Жаңа видео сабақтан көрдім, арбашасының бүкіл ходовой машинесі ұрып тексеріп келді. Ортасында, 2 арбашаның ортасында тұрған бір нәрсенің жаңағы пломысын тексерді. Топливный бак. Топливный бак, иә? Топливный бак неге керек локомотивке, тепловозға? Не сақтау үшін керек ішінде? Дизель сақтау үшін. Дизель отын, иә? Дизель отынын сақтау үшін, солярлық сақтау үшін керек. Дұрыс отыр. Біз дайындап жатырмыз, өздеріңізді Қазақстан темір жолының ертең қызметін атқаратын өздеріңізді балдар. Сол себепті сендер сабақтарын дұрыс оқуларың керек, білімді, ғылымды меңгерулерің керек. Ертең күн елдің болашағы сендердің қолдарында. Сәттілік тілейміз бірге. Группаның старшысы кім? Кім бүгін сабаққа қатысып отыр? Акбар бар ма? Жоқ. Аманқұл бар. Бастарбек бар. Дәулет бар. Дашковский бар. Ерегенов бар. Жақсыбек бар. Жүсіпхан жоқ. Затбек бар. Изатуллаев жоқ. Карим жоқ. Қыдырәлиев бар. Мамыр бар. Махмуд бар. Найымбай бар. Сайдыкаримов бар. Сейдахан бар. Сойырқұлов бар. Хамитхан Шамил бар.